Әлемдегі ең үлкен тіршілік иесі көк киттердің ұзындығы 30 метрден асады. Бұл шамамен 10 қабатты ғимараттың биіктігіне тең. Ал олардың салмағы орта есеппен 150 тонна. Демек 25 африкалық пілдің салмағын құрайды. Тілінің өзі 2,5 тонна. Жүрегі болса 400 килограмм. Және оның ішіне ересек адам еш қиындықсыз сыйып кетеді. Көк киттер күніне 8 тоннаға дейін азық тұтынады. Бір қызығы, олар ірі жануарлармен қоректенбейді. Көк киттердің басты қорек көзі крил деп аталатын шаян тәрізді ұсақ планктондар. Сонда олар күніне 40 миллиондай крилдерді жейтін болады. Теңіз жануарларынан алыстамаймыз. Қысты киттер тобының тұқымдасы дельфиндердің ұйықтау кезінде миларының бір бөлігі демалып, екінші бөлігі жұмыс жасайтын болады. Осылайша олар тыныс алуда, бақылауды жоғалтпайды және жыртқыштардан әрдайым сақ болады. Дельфиндердің тағы бір басқа сүтқоректілерден ерекшелігі, оларда адамдар сияқты тек көбею үшін ғана емес, сонымен қатар ләззат алу үшін де бір-бірімен қосылады. Ұйқы демекші альбатрос құстарда дәл осындай қабілетке ие. Олар ұшу кезінде ұйықтай береді. Олардың да милары кезекпен жұмыс істей алады. Апосумдардың әртістік шеберлігіне сөз жоқ. Олар өздеріне қауіп төнген жағдайда өтірік өлгендей болып тырбетпей жата қалады. Көздерін жұмып, мұрындарынан қан жібереді. Кейбір жыртқыштар оларды расында өліп пе деп ерекше әдіспен тексеріп көреді. Аман қалу үшін апосумдардың бұндай қорлықтардың барлық түріне шыдауларына тура келеді. Тоқылдақ құстары секундына 20 мәрте соққы бере алады. Ал олардың бір күнде ағашқа жасайтын жалпы соққылар саны 8.000-нан 12.000-ға дейін жетеді. Қызығы, құстың миына ешқандай зақым тимейді. Себебі оның миы дене өлшемімен салыстырғанда өте кішкентай. Бұл соқтығыс кезінде пайда болатын қысым толқындары да әлдеқайда әлсіз болатынын білдіреді. Сонымен қатар құстың тұмсығы өте қатты кератиннен тұрғандықтан, бұл соққының әсерін азайтуға көмектеседі. Және тоқылдақтың бас сүйегі миды дулыға сияқты қорғайтын қалың сүйектен тұрады. Дәл осындай бірнеше қорғаныс қабаттарының арқасында құстың басына ешқандай зақым тимейді. Тоқылдақ құсының тағы бір ерекшелігі оның ұзын тілінде. Ұзындығы 10 см болатын тілі оның бас сүйегінде тұрады. Құс тілін найза ретінде қолданады, яғни қатты үшкір тілімен ағаш арасындағы жәндіктерге шаншып алады. Оның тілі арнайы шеміршекпен нығайтылған. Ерекше қабілетке ие жануарлар өте көп, солардың бірі хамелеондар. Олар бізге өз түсін өзгерте алатын қабілетімен таныс. Кесірткелер бұны қалай жүзеге асыратынын анықтап көрейік. Хроматофорлар деп аталатын арнайы жасушалар хамелеондардың терісінің түсін өзгертуге жауапты. Олар терінің сыртқы және терең қабатында орналасады және құрамында қара, қызылы, сары және қою қоңыр түсті заттар болады. Түстің өзгеруі хроматофор ішіндегі пигментті органеллалардың қозғалысына байланысты болады. Хамелеондардың дене түсінің өзгерістері ауа температурасы, жарық, ылғалдылық, сондай-ақ аштық, шөлдеу, қорқыныш және жұптасу сияқты жағдайларға байланысты орын алады. Мысалға, еркектер жұптасу кезеңінде агрессивті және жұпты өзіне тарту үшін ашық түстерді көрсетеді. Ұрғашылар да жұптасуға дайындығын көрсету үшін түс өзгерістерін пайдаланады. Сонымен қатар, хамелеондардың көздері бір-бірінен тәуелсіз екі жақты қозғалып көре береді. Бұл оған айналасындағы әртүрлі нысандарды бір уақытта көруге мүмкіндік береді. Олар баяу әрі аз қозғалатын тіршілік иелері. Азығын 30 сантиметрдей болатын ұзын тілінің көмегімен аулайды. Тілі құрбанына атқылаған сәтте 100 км/сағ жылдамдықпен ұшады. Өз дене түсін өзгерте алатын қабілетпен сегіз аяқтарда мақтан алады. Оларда сыртқы ортадағы түрлі жағдайларға байланысты өз түстерін өзгертеді. Бұл тіршілік иесі жайында тағы бір қызықты ақпарат. Сегіз аяқтардың басындағы негізгі миынан бөлек аяқтарында жеке милары болады. Сонымен қатар сегіз аяқтардың үш жүрегі болады.
біреуі негізгі бүкіл денеге көк қанды айдаса, ал қалған екеуі қанды екі жақтағы желбезек арқылы өткізіп айдайды. Сегізаяқтар әлемдегі ең ақылды жануарлардың бірі болып есептелінеді. Көптеген зерттеулер бұл тіршілік иелерін үйрету оңай екенін анықтады. Олардың есте сақтау қабілеті де жақсы, өлшемдер мен геометриялық пішіндерді ажырата алады. Кейбір адамдар сегізаяқтармен жеткілікті уақыт өткізсеңіз, олар ақырында үй жануарларына айналуы мүмкін екеніне сенімді. Қоқиғаздарда бұл ортадан қалыспайды. Бұл құстың түсі алғашында ақ пен сұр араласқан болады. Алайда бұл құстардың түсі жейтін қоректеріне байланысты өзгереді. Олар негізінен су шаяндарымен, көк жасыл балдырлардан қоректенгендіктен қоқиғаздар каротиноидтар деп аталатын пигменттердің көп мөлшерін тұтынады. Соның арқасында құстардың түсі өзімізге белгілі қызғылт түске айналады. Болашақ қолтырауындардың жынысы қоршаған ортаның температурасына байланысты орын алады. Егер жұмыртқаға түсетін жылулық 30 градустан төмен болса ұрғашылар, ал 32-33 градус болса еркектер шығады. Сайқымазақ балықтары сіздерді одан сайын таңғалдырады. Бұл балықтардың еркектері өз жыныстарын өзгертеді. Сайқымазақ балықтарының тобы бір үлкен басшы ұрғашы мен аталықтан және жетілмеген тек еркек балықтардан тұрады. Егер сол басшы ұрғашы өлетін болса, аталық балық әлгі ұрғашының орнын басу үшін өз жынысын өзгертеді. Оның миында химиялық қайта құрылымдау басталады. Еркек гормондары жоғалып, ал ұрғашы гормондары керісінше қарқынды түрде өседі. Bir айдан кейін еркек балық толығымен ұрғашыға айналып ұрпақ қалдыратын болады. Мұны Сауд Арабиясы мен Испания ғалымдары тек Қызыл теңізде мекендейтін сайқымазақ балықтарын бақылау арқылы анықтады. Осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.